Отағасы, Не болды? ана ваннаны жөндесеңізші. Жөндеміз. Қашан? Тазикте шылпылдап отырғанымызға біраз болды ғой. Жөндеймін жексенбі күні. Ей, Әке, сіз маған жаңа доп алып берем деп едіңіз ғой? Әперем ертең. Әперем дегеніңізге бір ай болды ғой? Әперем ертең дедім ғой. Ой, сіздің ертеңіз бітпейші. тұра ғой. Арман, Ай, не болды? ана садиктің ақшасын төлеу керек. Күнде барған сайын сұрайды. Білем. Сосын анау жексенбі құдамыздың тойы естен шығып кетпесін. Иә. Айтпақшы Арман, Иә, білем. 26-сына Күләш әпкеміздің туған күні. Ұмытқан жоқпын. Пападым. Миымыз жарылып кететін шығар бір күні. Ой, мынаңғы не жатсыз? А? Тұрса, жұмыс істейді. Не деген жатсың? Мәз болып жатсың? Мә, зың түс көріп отырым. Бытысын шығардыңдар ғой. Қандай түс көрдіңіз? Түсімде президент болып жүр екем. Ой, содан? Енді айлықтарың көтерейін деп отырым. Оят жібердіңдер ғой. Сен бәрінен түсіңде президент болмай, бірінші бригадирден бастап көрмедің бе? Қойшы сен. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Не болды жігіттер, тыныштық па? Білмеймін Басеке. Бізден бұрын келіп алып президент болып отыр ғой мынау. Қойсайшы болды ғой. Басеке, мен түсімде президент болып гүлдендіріп жүр екем десем, мыналар көре алмай мазақтап жатыр мен. Жұмыстарыңды жасаңдар бар. Болды, жарайды. Жүріңдер жігіттер. Кешегін бітірейік. Бол. Басеке. М? Басеке, сіз түсінбей қалдыңыз негізі. Құдай біледі дейін, осы түс бар ғой, маған бекерден бекер кірген жоқ. Менің атам мықты болыс болған ғой негізі. Мен басшылық жасау қанымда бар негізі. Қой, Иә, мен жай өз мәшинем оқымай қалған ғой, дипломым жоқ та. Әйтпесе менің атам мықты кісі болған. бәріміздің де атамыз мықты болған. Атам мықты болған деп жүре бермей, алдымен өзің қандайсың. Сонымен мақтан. Баске, мыңдай бер тұрыңызшы. Жайша, Таңға шейін деп едім. үйден ішіп келмейсің ғой, бәріміз үйден ішіп келеміз ғой. Енді үйде балалар ерте тұрып алады дегендей. Қатын ананы айтып, мынаны айтып, горшокпен кішкентайды отырғызып қояды, састып дастарханның қасына. Түсінесіз ғой Басеке енді. Бағана президент болып гүлдендіріп жатыр еді ғой. Ол енді Басеке, президент болсам енді ол бөлек әңгіме ғой. Сен онсыз да президентсің ғой. Қалай? Әр еркек өз отбасының президенті. Мысалы сен өз үйіңнің президентісің. Әйелің қаржы және денсаулық министрі. Үлкен ұлың депутат. Басқа бала шағаң өзің сияқты қарапайым халық деп есепте. Сосын? Сен бір балаңның горшокта отырып састыққан әңгіме қып, өз үйіңнің өзің безіп келіп отырсың. Енді ойлап қарашы, миллиондаған халықтың миллион ойы бар. Қаншама адам жүр қазір, араға ірткі салып бықсытып. Соның бәрін көріп отырған президент қалай тамақ ішеді деп ойлайсың? Сен 5 бала шағаңмен бір әйелің дұрыстап басқара алмай отыр. Миллиондаған халықты қалай басқармақсың? Президент болсам үйтем дей бермей, сен әуелі бір қатының ие боп, есік алдындағы қисыға жетқаныңды түзелеп ал бірінші. Мә, Жоқ, ал дейін. қой өрмедіңіз ба? Ал.